Біз не үшін рухани білім аламыз? Өмірімізді дұрыс бағдарлай алу үшін, біз бір бағытта жүре алу үшін. Қазіргі балалар дейді, не бар соған тәуелді болып қалған, қарым-қатынасқа тәуелді болып қалған, махаббатқа тәуелді болып қалған дейді. Өздігінен бір нәрсе жаратайын деген сияқты мынандай ұмтылыс пен күш нелер анша болмайды дейді. Сол үшін біз мына аналар, яғни аналар біз білімге келуіміз керек екен, рухани дамуымыз керек екен. Біз біз даналыққа келген кезімізде баланың өркені өседі дейді. Ал өркен өсу дегеніміз ол басқаларға қызмет етеді, яғни көп деген адамдардың батасын алады деген сөз екен. Ал бұл дегеніміз оның болашағы зор деген сөз, яғни ол қоғамда сұранысқа ие бала болады. Ал қоғамда не бар? Бәрі бар, ақша да бар, барлық жақсылықта бәрі бар деген сөз екен. Ал енді біз аналар даналыққа келгенде, білімге келген кезімізде бізде ашылады, әрбір энергия көздеріміз ашылады. Біз баламызға қараймыз да, олардың табиғатына үңілу арқылы біз баланың ішінде не қасиет жатыр, не қабілет жатыр, дәл соны қай жерден салсақ, ол неден нәтиже шығара алады, ол қай жерде ол өзін керемет мықты сезіне алады, ол нені дамыту керек. Біз соны көкірек көзімізбен, сол бір даналығымызбен соны байқай алады екенбіз, соны баланы бағыттай алады екенбіз. Егер біз ешқандай рухани білім болмаса, біз оған амалсыз қалады екенбіз. Сол үшін біз рухани білім алып өзімізді дамытуымыз керек. Кейбір кісілер менің жасым келді, білім алмауымыз керек дейді. Әрине, білім тал бесіктен жер бесікке дейін дейді. Жасыңыз кел жаса, ештеңе үшін болмаса да өзіңізді күйзеліссіз қартаю үшін, қарым-қатынасыңызды дұрыстау үшін, қарым-қатынас дейді. Яғни адам бақытты өмір сүру үшін бақыттың 4 түрі болады екен: жетістік, рухани даму, және де махаббат, қарым-қатынас болсын, және де материалдық нәрсе. Яғни қарым-қатынас сіздің бақытты болудың бір нәрсесі. Ал бақытты болуға баратын жол ол махаббат екен. Ал сізде қос кеудесіз, ешқандай махаббат жоқ болса, сіз не бересіз елге? Ешқандай махаббатыңыз жоқ, басқалардан алам деп отырасыз ба? Онда сіз көбінде күйзеліске ұшырайсыз. Күйзеліс неге апарады? Сізді ауруға апарады. Сіз кәртиесіз. Ал енді мына күйзеліспен көп ұшырамайтын адамды өздеріңіз білесіздер. Бәр нәрсе көңіл күйден деп айтып жатамыз. Сіз денсаулығыңызды жақсарады. Барлық адамдардың артында сіздің құрметіңіз артады. Сол үшін сіз білім алыңыз, рухани дамыңыз. Осындай қоғамда дәлелденген ғылыми білімдер көп. Өзіңіз үшін рухани дамып, сондай білімдерді алыңыз. Тек қана сіздің мына рухани күйіңіз ғана өзгертіп қоятын емес, ішкі жан дүниеңізден әрбір сіздегі кер идея болсын, негативті энергиялар болсын, соның барлығын өзгертетін керемет білімдерден алыңыз. Сол бұйыртса сізде күшті өзгерістер де болады. Сол үшін үздіксіз дамыңыз, алдыға қарай жылжыңыз. Өзіңіздің әрбір адам өзінің саласына қатысты рухани білім, өзінің өмірлік мысалға бір мақсатым деген ізге қатысты білім, әйтеуір рухани білім алып ары қарай дами берсеңіз, сізде өзгерістер өте жақсы болады. Адамның ішкі жан дүниесі ашық болған жағдайда ешқашан адам бақытты болмайды. Сол үшін ішкі жан дүниеміз ашық болмасын, жүрегіміз тыныштықта болсын.